Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме жасайтын боламыз. Осындай ол үшін бізге жылқының қарнын осылай бір басын тігіп аламыз. Жақсылап жуып, шайып, тазалап аламыз. Исін кетіріп, сосын қазы, ет, картошка, болгар бұрышы, чеснок, сарымсақ, горошек, лавр жапырақтарын осылай жаңағы қарнымыздың ішіне жайғастырып саламыз. Тұз салудың қажеті жоқ. Менде еттер алдын ала тұздалып, қазыларда тұздалып қойған. Сондықтан тұз салудың қажеті жоқ. Мен тұз салмадым. Осылай барлығын жайғастырып, сап болып, аузын жақсылап тігеміз. Шығып кетпейтіндей, ашылып кетпейтіндей етіп. Сөйтіп қазанымызға немесе үлкендеу кастрөлімізге салқын су құйып, батқанша салқын су құйып салып, осылай бір жарым сағат қайнатамыз баяу отта. Астына осылай жайма салып, қарын бүрмемізді бетіне осылай салып жесеңіздер, өте күшті болды. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрмеміз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.